Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін біз жолдағы жағдайларды талдап өтейік. Мына жолдағы жағдайларды көрсете отырып, сіздерге ережені талдап беремін. Құрметті оқырмандар, бұл шеңберлі жүріс, кольцевое движение дейміз, орысша айтқан кезде. Мына жерде шеңберге кіре беріс алдында шеңберлі жүрістің бағыты көрсетіліп тұр. Ол сағат тілінен қарама-қарсы бағыт болады. Всегда сондай. Енді қараңыз, осы шеңберлі жүріске кірер кезде кім кімге жол береді? Құрметті оқырмандар, мына жағдайда бізде ешқандай басымдық белгісі орнатылмаған. Сол жағдайда шеңберлі жүрістегі келе жатқан көлік басымдыққа ие болады. Сосын барып, шеңберге кіріп жатқан көлік кіреді. Енді қараңыз, мына жағдайда ГАИ қызметкер көлігінің мына дыбыстық сигналы қосулы және қызыл көк маягі қосулы. Демек, ол екінші дәрежелі жолда тұрса да басымдыққа ие болады. Себебі ол жұмыс барысымен асығып бара жатыр. Егер мына жағдайда біз жол бермейтін болсақ, онда ереже бұзушылық болып саналады. Ережеде айқындап, дұрыстап тұрып жазылған. Егер дыбыстық сигналы болса, онда міндетті түрде скорый болсын, мына ГАИ қызметкері болсын, өрт сөндіру көлігі болсын, жол беруге міндеттіміз. Қараңыз, ГАИ қызметкері тұрған жақта жол бер деген белгі тұр. Яғни ол екінші дәрежелі жолда тұр. Соның өзінде оған жол беруге міндеттіміз. Яғни мына қиылысты ол бірінші болып өтеді. Одан кейін, құрметті оқырмандар, келесі жағдайды қарастырсақ, енді екі көлік қалды. Осы екі көліктің қайсысы бірінші болып өтеді? Әрине, мына жағдайда жол белгісіне қараймыз. Жол белгісі бізге айтады: сіз де басты жолда тұрсыз, жүк көлігі де басты жолда тұр. Әрине, екеуі тең жағдайда оң жақтағы кедергіні жіберу керекпіз. Яғни, жасыл автокөлік бірінші жүреді. Құрметті оқырмандар, мына жағдайды қарайық. Бұл қиылыста реттелетін қиылыс па, реттелмейтін қиылыс па? Бірден соған мән беріңіз. Әрине, бұл жерде жол жүрісін, қиылыстан өту кезектілігін ешкім реттеп тұрған жоқ. Сол себептен де реттелмейтін қиылыс. Енді қараңыз, басымдық белгілері қайда орнатылып тұр? Басымдық белгілері жасыл автокөлік жақта орнатылып тұр. Және ол басымдық белгісінің астында, басты жол деген белгінің астында басты жолдың траекториясы көрсетіліп тұр. Демек, трамвай бізде жол бер деген екінші дәрежелі жолда тұр. Сонда бізде бірінші болып жасыл автокөлік өтеді. Құрметті оқырмандар, бізде келесі видеода қиылыстан өту жағдайларын қарастыратын боламыз. Біздің каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет.